Мемлекеттік қызметті алу кезінде кедендік пломбалармен және мөрлермен жүктерді тасымалдау үшін халықаралық тасымалдауға көлік құралын бекіту туралы куәлік беру жаднамасы. Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 22 маусымдағы номері 676 шешімімен бекітілген халықаралық тасымалдаудың көлік құралын кедендік пломбалармен және мөрлермен тасымалдауға рұқсат беру туралы куәлікті беру және пайдалану тәртібінің 8 тармағына сәйкес өтінімге қоса беріледі. Оның ішінде келтірілген нысан бойынша бекіту туралы куәліктің нысаны, автокөлік құралының жартылай тіркеменің сызбалары, фотосуреттер және дизайнның толық сипаттамасы, автокөлік құралының тіркеменің жартылай тіркеменің меншік құқығын, шаруашылық жүргізуді, жедел басқаруды және иелігін растайтын құжаттардың түпнұсқалары мен көшірмелері, автокөлік құралының тіркеменің жартылай тіркеменің тіркеу куәлігінің түпнұсқасы мен көшірмесі. Өтінішті кеден органы белгілеген тәртіппен келіп түскен күні тіркейді. Өтінішті тіркеу кезінде құжаттардың көшірмелерінің түпнұсқаларға сәйкестігі тексеріліп, құжаттардың көшірмелеріне тиісті белгі қойылады. Тексеруден кейін ұсынылған құжаттардың түпнұсқалары өтініш берушіге қайтарылады. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 17 сәуірдегі номері 194 жол жүрісі туралы заңының 1 тармағының 31 тармағына сәйкес көлік құралын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік көлік құралын және қозғалысына қатысуға жіберуді растайтын құжат болып табылатынын атап өткім келеді. Яғни көлік құралын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі меншік құқығын растайтын құжат болып табылмайды.